Сәлем баршаңызға. Ораманы енді тек осылай ғана жасайтын боламын. Орамаларыңыздың түрі өте ерекше болып шығады. Дәмі деген керемет болады. Сырты қытырлақ болып, іші ауызда еритін болады. Дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Қазақша каналды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін суық суға бір жұмыртқамызды салып, жарты шай қасық тұзды салып араластырамыз. Тұзымыз ергенге дейін араластыру керек. Енді ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп салып, тығыздау қамыр илейміз. Қамырларыңыз қап-қатты болып кетпесін, біраз тығыздау болса жеткілікті. Қамырларыңыздың иі қанғанға дейін 5-10 минуттай илеу қажет. Осындай қамыр болып шығады. Енді бетін жауып, енді салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін барлық затты сақтап тураймыз. 2 картоп, біраз үш май, сарымсақ. Менде фарштың ішінде сарымсақ салып араластырылып тұр. Қалған заттарымды дайындап алып араластырамын. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саласыздар. Барлығы біркелкі болғанға дейін қолдың көмегімен араластырып шығамыз. Шыққан салмамызды бір шетке ала тұрып, қамырымызды жайып аламыз. Үстеліміздің үстіне біраз ұн сеуіп, қамырымызды орналастырамыз. Қажетті көлемді кесіп алып, мантоваркада жасайтын орамамыздың қамыры сияқты ғып жайып аламыз. Осылай жұқа қамыр жайылып шықты. Енді үстіне салмамыздың барлығын салып, барлығын тегістеп шығамыз. Осының барлығын орап шығамыз. Бетіне жабатын қамыры ашылып кетпес үшін бірінші майлап аламын. Одан кейін құр қамырдың өзін жауып шығамын. Сонда арасы ашылмай жақсы пысады. Противеньге саламыз. Орамамыздың беті әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын барлық жеріне жағып шығамын. Қалауларыңызға қарай кез келген затпен безендірсеңіздер болады. Менде үйде күнжіт болды, сонымен барлық жерін сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған духовкамызға 180 градусқа 35 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Тамағымыз пісіп шықты. Осылай өте әдемі, аппетитный болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.